Сәлеметсіңдер ме балалар? 112-ші сабақта көбейту мен бөлуге берілген жанама түрде тұжырымдалған есептер деген тақырыпты өтеміз. Бірінші есепті шығар. Бір көшеде 18 үй бар. Бұл екінші көшедегіге қарағанда 2 есе артық. Екінші көшеде неше үй бар дейді. Бірінші көшеде 18 үй, екінші көшеде белгісіз. Бірақ белгілісі бірінші көшеде екінші көшедегі үйге 2 есе артық дейді. 18 болса, екінші көшеде аз деген сөз, өйткені бірінші көше артық болып тұр ғой. Сонда 18-ді 2-ге бөлеміз. Сонда 9 шығады. Яғни жауабы екінші көшеде 9 үй бар. Екінші есепте сызба бойынша есеп құрастыр, оны шығар дейді. Бізге берілген бірінші есептің кері есебі екен. Қараңдар, 9 үй деп тұр, астында 18 үй. Енді неше есе артық дейді, бірінші көшедегі үй, екінші көшедегі үйге қарағанда неше есе артық деп тұр. Енді шығарайық. 18 үй, барлығы. Бөлеміз 9-ға. Сонда 2 шығады. Яғни жауабы бірінші көшедегі үйлер екінші көшеге қарағанда 2 есе артық үй. Үшінші есеп. Бақта 8 алма ағашы бар. Бұл алмұрт ағашына қарағанда 2 есе кем. Бақта неше алмұрт ағашы бар дейді. 8 алма ағаш, бұл 2 есе кем дейді алмұртқа қарағанда. Ал алмұрт белгісіз. Енді не істейміз? 8-ді 2-ге көбейтеміз, Сонда 16 шығады. Яғни жауабы бақта 16 алмұрт ағашы бар екен. Төртінші есепте, үшінші тапсырмадағы есепке бір кері есеп құрастыр, қосын. Қысқаша жазбасын жазып есепті шығар дейді. Бақта 16 алмұрт ағашы, одан 2 есе кем алма ағашы бар. Бақта барлығы неше ағаш бар? 16 алмұрт ағаш болса, одан 2 есе кем болса, оны 2-ге бөлеміз, сонда 8 болады. Енді 16 алмұрт ағашына 8 алма ағашын қосамыз, сонда 24 алма барлық ағаштан болады. Яғни жауабы 24 ағаш. Бесінші есеп. Ағам саяжайда 3 күн демалды. Бұл оның шипажайда демалған күндеріне қарағанда 6 есе кем. Ағам шипажайдағы неше күн демалды дейді. Саяжайда 3 күн болса, ал шипажайда 6 есе кем болатын болса, онда саяжайдағы 3 күнді 6-ға көбейтеміз, сонда 18 болады. Яғни шипажайда ол 18 күн демалған, жауабы ағам шипажайда 18 күн демалды. Алтыншы есеп. Көрсетілген өлшем бірліктерін түрлендір дейді. 6 метр беріпті, 6 метріміз 60 дециметр болады. 300 сантиметріміз 3 метр болады. 8 дециметріміз 80 сантиметр болады. 9 дециметр 3 сантиметріміз 93 сантиметр болады. 36 сантиметр 30 дециметр 6 сантиметр болады. 2 метр 4 дециметріміз 24 дециметр болады. Жетінші тапсырма. Есепте жақшаның ішінде 36 қосу 45 алу, жақшаның ішінде 35 бөлу 5. 36-ға 45 қоссақ 81 болады. Одан 35-те 5-ті бөлсек 7, 81-ден 7-ні алсақ 74. 9-ды 3-ке көбейтіп қосу керек. 27-ге 9-ды бөліп. 9-ды 3-ке көбейтсек 27 болады. 27-ден 9-ды бөлсек 3 болады. 27-ге 3-ті қоссақ 30. 8-де теңдеулерді шеш дейді. X қосу 43 алу 15 тең 29. X қосу 43-тен 25-ті алсақ 28 болады. Енді тең 29. X-ті табу үшін 29-дан 28-ді аламыз. Сонда X-іміз 1-ге тең. Енді 1-ді X-ің орнына қоямыз. 1 қосу 42 алу 15 тең 29. 42-ден 15 алсақ 28, оған 1-ді қосақ 29, яғни 29 тең 29. Екіншісі Y қосу 67 тең 100 алу 23. Y қосу 67 тең 77 болады. Y тең 77 алу 67. Сонда Y-іміз 10-ға тең екен. Енді 10 қосу 67 тең 100 алу 23. 10-ға 67-ні қосақ 77, 100-ден 23 қосақ 77, 77 тең 77. 9-шы есепте сызбаға сәйкес өрнек құр және оның мәнін тап дейді. Бізге берілген 18 күн деп тұр, 6 есе артық және белгісіз тұр, кішкентай ғана. Бұны біз 5-ші тапсырмадағы есепке кері есеп қып шығарсақ болады екен, Мынандай есеп құрастырсақ болады, Ағам шипажайда 18 күн демалды. Ол саяжайда демалғанға қарағанда 6 есе артық. Ағам саяжайда қанша күн демалды деп, жазамыз. Шипажайда 18 күн, 6 есе артық, саяжайда сұрақ белгісі. Енді егер шипажайда 18 күн демалып, ол 6 есе артық болса, 18-ді 6-ға бөлеміз, онда 3 болады. Яғни жауабы ағам саяжайда 3 күн демалды. 10-шы есеп ойлан тап есеп екен. Тор көздерді 1, 2, 3, 4 сандармен толтыр.
осы сандар әрбір жолда және бағанда бір реттен ғана болуы тиіс. Бізге мынандай бағандар берген екен, иә, біреуінде 4-еу, екіншісінде 4-еу. 16 клетка бар, иә. Енді соларға қойып шығамыз. Уже өзінде кейбір жерлерінде сандар жазылған. Сол жерлерге біз 1, 2, 3, 4 деген санды жазуымыз керекпіз. Олар қайталанбау керек, иә, әр жолда және бағанда. Енді тура осылай қойып шықсақ болады.